Ассалаумағалейкум, біздің бағарнасының көрермендері. Бүгін Қызылорда көлік базарына шолу жасайтын боламыз. Біздің бағарнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазір видеомызды бастаймыз. Мерседес автокөлігі, универсал кузовы, қазақ тіркеудегі. 93 жылғы 2 объем, плита мотор екен. Номері 1.600.000 теңге дейді. Кузовы жақсы сияқты. Қорабы механикалық қорап. Дөңгелектері, жаздық дөңгелектер, артында парковымен. Ондай қатты жұмысы жоқ сияқты көліктің, кузовы жақсы. Audi 80 автокөлігі 90 жылғы дейді, объемы 1.8, қазақ тіркеу. Телефон номері 8705-270 1984 номеріне хабарласасыздар. Кузов енді жақсы сияқты бұнда. Бағасы қанша бағасы? 950 мың теңге. Қандай жұмыс бар? Вложение жоқ. Ешқандай вложение жоқ. Мотор мажемей ма? Жоқ, привозной мотор. Привозной мотор мажемей дейді, вложение жоқ екен. Део Nexia автокөлігі, қазақ тіркеудегі 2012 жылғы бензин 1.5 мотормен, бағасы 1,5 миллион. Қазақ тіркеудегі Nexia автокөлігі. Қазір телефон номер 8771-691-89-89 номеріне хабарласасыздар. Дөңгелектер жаздық дөңгелектермен тұрген. Кузовы нормально жақсы сияқты. Toyota Highlander автокөлігі, жылын көрейік, қазақ тіркеудегі екен, 2006 жылғы гибрид 3.3 моторымен, автомат қорап, бағасы 8 миллион. Телефон номері 87-232-99-46 номеріне хабарласасыздар. Ешқандай вложение керек жоқ дейді көлікке. Mitsubishi Outlander автокөлігі, қазақ тіркеудегі 2003 жылғы бензин 2.4 автомат қорап 3.300.000 теңге. Телефон номері осыған хабарлассаңыздар болады. Ешқандай вложение керек емес дейді автокөлікке. Ешқандай ақша салмайсыз дейді. Қазақ тіркеудегі. Кузовы керемет екен, кузовы жақсы. Ақ түс әдемі көрінеді ғой негізі. Mercedes 124 шанақтағы қазақ тіркеу. Кузовы жақсы екен. Екі объем 91 жылғы бензин, механикалық қорап 1.150.000 теңге. Телефон номер жазылмаған екен. Телефон номер қандай, брат? 778 282 31 13 номеріне хабарласасыздар. Вложение қандай вложение керек? Артын істеу керек. Кузов па? Кузовын істеу керек дейді артын. Багажнигі және артқы крылосы. Lexus автокөлігі. Lexus RX 399 жылғы. 3 объем, газ бензин, автомат 3.700.000 теңге. Телефон номері осы. Торг дейді. Қандай вложение керек? Вложение по кузову майда-шүйде. По кузову дейді, кузовында шамалы майда-шүйде жұмыстары бар. Қазір артқы бамперін көріп жүрейік. Бампер жырылған, шамалы краскілер кішкене кеткен екен. УАЗ таблетка автокөлігі. 2012 жылға объемы 2.7 дейді. Бағасы 2.400.000 теңге. Қазақ тіркеу. Сыртын енді өлтіріп краскілеп қойып. Қандай краска екен білесіздер ме? Бөдір краска. 87-410-57-06 номеріне хабарласасыздар. Кузовы полный покраска болған екен. Аяқ қол балғадай сияқты. Mercedes Luparik қазақ тіркеудегі
Millennium. Жылы жазылмаған екен. Бензин 3.2 объем дейді. 4 миллион 500 мың теңге. Қазақ тіркеу. Таңқысы мындай. Әдемі екен, иә? Audi 100 қазақ тіркеудегі 91 жылғы 2 объем механика, бағасы 1 миллион 500 мың теңге. Mercedes автокөлігі, Mercedes ешкі, қазақ тіркеудегі, объемы 2.8. Енді кузовы өте керемет жасалған екен. 95 жылғы газ бензин 2.8, 8700 111 1666 нөміріне хабарласасыздар. Mitsubishi спецвагон 99 жылғы дейді, қазақ тіркеу екен. 2.4 объем, автомат қорап, 3 миллион теңге дейді, 8776 090 01 01 нөміріне хабарласасыздар. Қызылордада өте қатты жел болып тұр. Даусымыз дұрыс шықпай қалса ренжімеңіздер. Әдемі көрінеді екен сыртынан. Қазақ тіркеу. Toyota Estima автокөлігі 2007 жылға бензин 2.4 объем, Tiptronic, бағасы 3 миллион 600 мың теңге саудасы бар дейді. Телефон номерін айтып жіберейін. Телефон номер жазылмаған екен, бірақ ресейлік тіркеудегі автокөлік Қазақстанда жүре береді. Телефон номерін сұрап жүрмін. Телефон номер айтып жібересің ба? 8777 даусың басыласың ба? 656 92 нөміріне хабарласасыздар. Артқы жағы. Бұл электрический ашылады ғой, Иә, бәрі. Электрический ашылады екен. Қазақ тіркеудегі Ларгус автокөлігі 2020 жылғы 1.6 объем, 5 миллион 500 мың теңге, 8775 мына нөмерге хабарлассаңыздар болады. Кузовы артқы есігінде кішкене майысқан жері бар екен. Мына жағы бүтін, бүп-бүтін. Арт жағы түп-түтін десең, е? Арт жағы да бүтін. Қандай вложение керек? Ешқандай вложение жоқ дейді. Жаңа көлік. Toyota Camry 35 қазақ тіркеудегі, жылы 2006 жылғы бензин 2.4, автомат қорап 4 миллион 500 мың теңге, 8708 718 19 91 нөміріне хабарласасыздар. Қандай вложение керек? Вложение тек кузовында ғана. Мотор коробкасы жақсы ба, иә? Теппейді. Мотор коробкасы жақсы дейді. Кондер барлығы бар дейді. Кузовында шамалы жұмыстар бар. Chevrolet Cobalt автокөлігі қазақ тіркеудегі 2020 жылғы 1.6, небәрі 29 мың жүрілген, 5 миллион теңге дейді. Номерге хабарлассаңыздар болады. Шапжаңа автокөлік. Toyota Camry 20 автокөлігі қазақ тіркеудегі, объемы 97 жылғы, автомат қорап 2 миллион 900 мың теңге, 8702 903 93 52 нөміріне хабарласасыздар. Қандай вложение керек көлікке? Майда-шүйде вложение керек, е? Мотор май жей ма? Мотор коробкасы жақсы ма? Мотор коробкасы. Кузов ше? Удар болмаған ешқандай дейді. Болары қанша? Окончательно. Нақты алам деген адамға. Нақты алам деген адамға ма? Иә. Қанша? 2.8.
2 миллион 800 мың теңге дейді. 2 миллион 900 мың деп жазып қойыпты. 2 миллион 800 мың теңге дейді. Нақты алам десеңіз. Volkswagen Passat B3 универсал автокөлігі 91 жылғы дейді. 1.8 механикалық қорап 1 миллион 550 мың теңге. 877 924 33 25 нөміріне хабарласыңыздар. Фарыңызды өшеңіз, фарыңызды. Фар шамал жанып қопты. Жақсы сияқты көліктің жағдайы. Сыртына қарап. Газ бар екен. Toyota Camry автокөлігі қазақ тіркеудегі 25 автокөлігі Toyota Camry. Жылы қай жылғы? 2001. 2001 жылғы автомат, газ, бензин. Объем? 2-2. 2 телефон номер 8 705 705. 818 18 55. Осы номерге хабарласасыздар. Болар қанша бағасы? 2-8 окончательно. 2 миллион 800-ге окончательно. Вложение керек па? Ондай қатты вложение жоқ. Мотор май жемейді ғой, а? Кондер істейді ма? Кондер жасап тұр дейді. Автомат қорап. Енді керемет екен көлік көрініп тұр. Toyota Camry автокөлігі тағы да қазақ тіркеудегі Toyota Camry 20 дейді. 2.2 97 жылғы. Телефон номері мына номерге хабарласасыздар. Автомат қорап. Түсі әдемі екен, е? Артында парковы бар екен. Toyota Camry қазақ тіркеудегі Toyota Camry 30 европейский. Көзінде шамал жұмыс бар екен бамперінде. 2003 жылға газ бензин европейский 4 миллион 400 мың теңге 877 301 79 50 нөміріне хабарласасыздар. Қазір багаж бөлімін көрейік. Артқы жағы. Газ бензин екен. Ресейлік тіркеудегі 2114 автокөлігі 2009 жылға бағасы 900 мың теңге. Телефон номер 8 77 192 01 47 нөміріне хабарласасыздар. Болар бағасы қанша? 800-ге болып қалады дейді. 2009 жылғы. Ешқандай вложение керек емес дейді көлікке. Жиырма 07 автокөлігі ресейлік тіркеудегі жылы 2012 жылғы. Бағасы қаншаға болады? Болар 800 мың теңге дейді. Документтері барлығы түгел. Вложение қандай вложение керек? Ешқандай вложение керек емес. Мотор коробкасы жақсы деп тұр. Артқы кузовын көрейік, артқы жағын. Номерде Рус РК деп тұр екен. Телефон номер 8 775 385 1000 нөміріне хабарласасыздар. Достар, ренжімеңіздер, дала жел болып бізде. Өте қатты жел, даусымыз дұрыс шықпай қалса, айып етпеңіздер. Mazda автокөлігі қазақ тіркеудегі 92 жылғы 2 объем, бағасы 750 мың теңге, 8771 034 45-78 нөміріне хабарласасыздар. Кузовы мынандай. Қандай дейді? Кузов, мына кузовта? Купе дей ма? Купе дейді екен. Deo Nexia автокөлігі, Deo Nexia 2 2012 жылғы 1.6 16 клапан, е? 108 мың пробегпен тұр ма? 108 мың пробегпен тұр. Ешқандай жұмыс жоқ. Қаншаға бересіз бағасы? Миллион 100 мыңға бер жерем дейді. 8771 034 45-78 нөміріне хабарласасыздар. Страховка етесіз ба?
Қандай вложение керек көлік? Вложение ма? Ушул 2 дөңгелек арасына алдым. Алдынан дөңгелектен ғана вложение бар екен. Былайша өзіңнің жүгің болады ғой, бірақ для себя десең арламайсың. Басқа вложение. Көлікте вложение жоқ дейді былайша. УАЗ автокөлігі 2014 жылға бағасы 2 миллион 500 мың теңге. 8776 630 77 77 номеріне хабарласасыздар. Қазақ тіркеуде. Мынау да екі автокөліктің иесі бір кісі екен. Ауыл шаруашылығына өте қолай. Мынаның бағасы 2 миллион 700 мың теңге. Бұның кузовы покраскіленген екен. Рэптор деген ба, сондай. Қандай вложение керек көліктерге? Ешқандай вложение керек жоқ. Мінесте кете бересіз. Дөңгелектері де бір жаңа дөңгелек сияқты. Көріңіздер, осы УАЗдарға хабарласып. Toyota Carina E автокөлігі қазақ тіркеудегі 92 жылғы газ бензин, бағасы 1 миллион 300 мың теңге. 8747 180 85 65 нөміріне хабарласасыздар. Осымен біздің бүгінгі автокөлік базардағы машиналарға шолуымыз бітті. Құрметті достар, біздің баға каналына тіркеліп және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, апта сайынғы шығарылымдарды тамашалап отырасыздар. Келесіде кездескенше.